Сәлем достар, сіздермен жан-жақты арнасы. Біз бүгін сіздермен қант диабеті жайында талқылайтын боламыз. Ал кеттік. Қант диабеті бұл инсулин секрециясының немесе инсулин әсерінің жетіспеушілігінен дамитын ағзада зат алмасу бұзылыстарымен сипатталатын, нәтижесінде көптеген жүйелердің жүрек, бүйрек, көздің, қан тамырлардың зақымдануымен жүретін созылмалы ауру. Соңғы кезде қанты диабеттің жиілеуі балалар арасында да байқалып отыр. ақш-та барлық диабетпен ауыратындардың 5%-ын құрайды. Балалар арасында қанты диабеттің мүгедектікке ерте соқтыратыны оны әлеуметтік маңызы бар аурулар қатарына қояды. Қазақстанда қант диабеті нағыз індетке айналды. Онымен ересек те, балада, арық та, толық та ауырады. Этиологиялық факторлары: аутоиммундық өзгерістер, вирусты аурулар, тұқым қуалаушылық, экзогенді және эндогенді аурулар. Осы себептердің салдарынан ұйқы безі зақымдалып, инсулинді бөліп шығару қызметі төмендеуінен қандағы инсулин мөлшері азайып, қандағы қант деңгейінің қалыпты мөлшерінен жоғарылауына алып келеді. Қант диабеті инсулинге тәуелді, инсулинге тәуелсіз болып бөлінеді. Инсулинге тәуелді дегеніміз бірінші типтік жасөспірімдік, ал инсулинге тәуелсіз екінші тип ересек адамдарда кездеседі. Бірінші типті қант диабетінің клиникасы. Бастапқы мерзімдегі көріністері инсулин тапшылығына қатысты. Яғни айқын шөлдеу, полируя, арықтау, тамақ құрғау, шаршау, тәбеттің жоғарылауы. Қарағанда көңіл аударатын жайлар: айқын салмақ кемістігі, тері, ерін, тіл құрғақтығы, тері туғырының аса төмендігі, балаларда алақан мен табанның өзгеше сарғыштығы, капиллярлар кеңеюі, беттің қызаруы, жараның ұзақ жазылмауы. Ағымын 3 кезеңге бөлеміз: потенциалды диабет, жасырын диабет, анық қант диабеті. Балада қанда глюкоза мөлшері өседі. Гипергликемия глюкозурияға әкеледі. Зәрдегі глюкозурия оның тығыздығын жоғарылатады. Полируя байқалады. Қан көлемі азайып, полидипсия дамиды. Ағзада кетонды денелер жиналып, сілтілік қышқылдық орта ацидозға ығысады. Бірінші типті қант диабетінің еміне келетін болсақ, инсулин препараттарын қолдану, диета сақтау, физикалық күш түспеуін қадағалау. Стол номер 9 диета тағайындалады. Кәмпит, қант, бидай ұны, құрма алынып тасталады. Беруге болмайды. Қара нан, қара құмық, арпа, сұлы, картоп, капуста, сәбіз, қызылша. Майлар, әсіресе жануар майлары, күніне 6 рет тамақтандыру қажет. Үшеуі негізгі тамақ, яғни таңертеңгілік, түскі және кешкі ас. Әр қайсысы 25% күндік калориядан, және 3 рет қосымша тамақтандыру. Тамақтану уақыты мен тамақтану мөлшері үнемі тұрақты болуы керек. Қант диабетінің екінші типі инсулинге резистенттілік нәтижесінде дамиды. Ағзаның тіндерінде май, бұлшық ет, бауыр, инсулин әсер ететін инсулинді рецепторлар бар. Рецепторлар инсулинмен әрекеттескен соң глюкозаның тіндерге енуі күрт артады. Инсулин рецепторлары патологиясында олардың инсулинмен әрекеттесуі бұзылады да тіндердің инсулинге резистенттілігі дамиды. Екінші типті қант диабетінің шағымдары: жалпы және бұлшықеттік әлсіздік, энергия түзілу тапшылығына, бұлшықеттердегі гликоген және белок тапшылығына байланысты, шөл, ауыздың құрғауы, түнде де күндізде жиі және көлемді зәр шығару, тәбеттің ашылуы. Профилактикалық шаралар: біріншілік профилактикалық шара: диета, күш пен физикалық жүктеме, психоэмоционалды жағдайда қалпына келтіру, салауатты өмір салтын ұстану. Екіншілік профилактикалық шаралар: гликемия, глюкозурия, артериялық қысым деңгейін ЭКГ тұрақты бақылау. Гликозирленген гемоглобинді 3 айда 1 рет анықтау. Аяқ қан тамырларын УДДГ 6 айда 1 рет. Жылына 1 рет окулист, невропатолог, қантамырлық хирургиялық тексерулер. Сіздермен бірге болған жан-жақты арнасы. Қош сау болыңыздар.